Алдыменен амандасып алайын. Асабам бұл тойда шырқап әнге салайын. Қасыңа да жақын барайын. Фотоға да түсіп алайын. Егер халық сұрап жатса, арасында ит болып та қалайын. Той құтты болсын, ағайын! Осында Пәрдебай мен Ғалияға қошемет қылып қойыңыздар шақай. Балықшылар ғой. Мен балыққа қызғам. Балыққа шыққанды жақсы көрем. Қасында таныстықта содан бері жек жатпыз. Амал жоқ, тегін кеп тұрмағай. Егер бірдеңе беріп атса, той Құдай қаласа жақсы бол. Тойдан кейін бірдеңе беріп атса, қол қайтармайды. Бәрекелді той құтты болсын. Құдай қаласа, тойымыз той боласын, ұлдарымыз үлкен жүген ұстаған, ел басқарған азамат болсын. Көпке созбай қойып, той құтты болсын ардақтағай. Тойымызды ашуға бір істі үлкенсіз, қариясыз бастамайтын елміз. Өйткені біз қасиетті қазақ деген елміз ағайын. Үлкендерге құлақ бұрып, жүзімізді бері қаратайық ағайын. Үлкендерді орта қалдырайық. Олыңыздар той бүгін Құдай қаласа күштілі болады деп ойлаймын. Иншалла, билеңіздер, тойлаңыздар. Өнер адамы шықса, тып-тыныш отырып өнерін бағалаңыздар. Ортада Айсана тобының әдемі әнімен тойымызда шайқағайын. Бармайтын жеріміз жоқ қой, Құдайға шүкір. Баратын жеріміз, Құдайға шүкір, Қазақстанның шекарасына шықпаймыз. Аллаға шүкір, бірақ батысы бар, шығысы бар, оңтүстік, солтүстік бәр жерге шақырады. Аллаға шүкір барамыз. Барған жерде осылай тұрып, халықтың ыстық ықыласынан сол елдің қандай екенін білем. Мысалыға, батысқа барып қалсам, ол жақтан мысалға бір әзіліңді айтып қалсам, ол жақта, ана жақта бір адам ат тұрады орнынан. Шошып кіресің ше. Енді адай халық, жауынгер халық деп айтады ғой, қылыш халық деп. Орнынан ат тұрады да, еще былай келмейді ғой, қолы қалтасына былай келеді. Қорқып кетесің, пистолет па, пышақ па бірдей. Анау маған тіп келеді осылай, сәл ыңғайсыз. Қорқам, неде болса енді пысымла. Қасыңа келеді да қалтасынан бүтін 20 теңге алып жатыр. Бауырым, мынау нағашылардың атынан. Одан кейін екінші тұрады. Таксистердің атынан, поварлардың атынан, ағайынның атынан кете біледі осылай. Олардың ағайын, өнерді қабылдауы солай ағайын. Ал енді мына арқа жақта, солтүстік арқа жақтарда әзіліңді айтып қалсам, қосылып отырады, бәрекелді. Машалла, Аллаху акбар. Ой, қандай керемет. Ашы ит сөйтті ма? Қой, бұзау босап кеткен ба? Қосылып отырады сөйлеп. Ал енді Алматы жақты попробуй күлдіріп. Попробуй ол жақты күлдіріп ағайын. Егер әзілің мықты болса, өнерің мықты болса, орнынан тұрып шапалап ұрады. Ал енді бізде оңтүстікте, бізде бүйтеді. Енді айтайын. Кеп жүрді, Шымкент жаққа кеп жүрді, Абай жақта. Бұл жақта бүйтеді. Бұл жақта айтпай қой. Әзіліңді айтып тұрсаң, күліп тұрады, шапалап ұрып тұрады. Айналайын, бош әңгімені бітірші, билейік деп тұрады. Рас па? Рас сондай. Бұл қазапама қошемет қылыңыз шағайын. Ең бірінші Шардараға барғанда, жағада жалғыз өзім отырғанда, ымыртта, адам жүрмейтін уақытта, осы апам екеуміз таныстық. Ең бірінші осы Шардара өлкесіндегі танысқан адам осы кісі. Арай балам, сен Аманғалисің ба? Деді, я деп, ой, айналып кетейін, содан бері жақсымыз. Қошемет қылыңызда сұлу. Şarjı
Oynay geldim kurbağay Tuğulsun göbüldüydü Şakınım göbal Aytsam deb özüngmen Oynay geldim kurbağay Suğa aydav şamıqta Şiirledim bedimle Uyağamın qabıqtan Uyğa barsam oy deriz Kırğa barsam oy jemiz Ötüp ketdi o beldirdim Hayran jastlar Komsega Anam var Allah'a şükür Allah uzak ömür berse eкен Ol kişilerдің ümitini ақтағым келеді Ol kişiler meni kişkentayımdan Осы балам менің әнші болады деп армандап Бақып қағып өсірген екен Осы бала әнші болады деп Осы балада бірдеңе шықса әнші болады деп Оқымаса оқымасын әнші болады ол деген ғой Сондай үмітті ит болып кеткен ғой Рас құрметті ағай даусым бар Жазира даусы бүкіліп өртеттігі Оған жерге дадиға Даусым бар ше Бірақ неғып ит болып жүрген білмеймін Тұрсынбектің қасында 15 жыл ит болып жүріп өтті ғой Мен ойланымда неғып Папам айтады хит болатын даусын неғып ит қылып жүрсің дейді Ренжит мені көрсек бүтінгі соқсы Соқсының арманын орындайын деп әнші болайын деп бастадым Мама деген әнім бар ғой Соны айтар кезімде бардым да енді малдың дауысын қатты зерттеп ұстаған ғой Халыққа танылып қойған мал болып Содан кейін не істесем болады деп айнаға түріме қарасам Түрімнен мен әнші көрмедім ағайын Айнада қошқар көрем Ақтөс көрем Бұқа көрем Қат жоқ дұрыс істемейді екен Кәсім шалбар киіп, ақ көйлек, қара кәсім шалбар, шашымды қайырып, қырынып, жуынып, әдемі болып қаласам, мен ағайын Медеу Арынбаевқа ұқсайды екен ғой. Ұқсайды ма? Құдайға шүкір өнерлі халықпыз ғой. Сіздер негізі Медеуден де бүткіл әншілерді, звездаларды салып жүрсіздер күнде. Қазір дәлелдеймін. Сіздер салып жүрсіздер. Медеу Арынбаевтың пародиясын салам. Қазір барлығыңыз жақсылап үйреніп алыңыздар. Ертең әнге кетіп қалсам пародияны сіздерге сырын ашып кетейін. Медеу Арынбаев болу үшін аяғын екі қашасында осылай әйел адам Фатина, алсаңыздар ше, енді өйстіп тұра берем. Жылап қала жазды бе? Аяғыңды осылай ашасың да, қолыңды микрофон кемейді. Ұқсап келеді ма? Енді түріңді айтып саласыз. Түрін салу үшін кәдімгі қасыңыз бар ғой, қасыңызды қатты көтересіз аспанға. Қатты көтересің да, ерніңнің астында, үстінде жымқырасында оңға қарай қисайтасың. Ол сен Медеусың. Осылай ғой, осылай кетеді. Енді даусын кетіп салам деп отырсыздар ма? Даусын күнде салып жүрсіздер ғой. Үйде бір душта ваннада, бір душта тұрған кезде мұздай су құйылып қалған кезде байқамай, үстіге мұздай су құйылып кеткен кезде сенен мынандай дыбыс шығады, Медеудің дыбысы ол. Салып жүрсіздер ғой. Осы дыбыспен Медеудің қай бір әнін алды айтшы, Медеу Арынбаев болды. Жаңа қимылдарды ұмытып кетпеңіз. Алсаңыз едім бір көзді, көркі көз тастап ойланып, өзгеріп кетіпсің толы күндей. Жүректе жазылды жайын. Ұқсамай атса тағы. Бар есімде, Алматының кешінде. Бар есімде, Алматының кешінде.
Негізі клиенттерім осы жақта ғой. Көрермендер. Ана үлкен кісілер көрсінші деп барып жатырмын да. Сіздер енді неғып шулайды айтпесе. Қаншықтап түшіп қалды. Қараңыз. Екінші айнаға қарадымда түрімнен кімге ұқсаймын деп ойладым. Сөйтіп түріме қарадымда табиғатым кімге ұқсайды десем, мен Нұржан Төлендиев, Алдар Аспан театрының директоры Тукаға ұқсайды екен. Ол кісінің пародиясын салу үшін иегіңді сәл алдыға шығарасың. Иегіңді сәл алдыға шығарсаң, көмейің тарылаттағыны шестіріп оқылады дегізім. Оң аяғыңды оңға қарай қисайтасың. Аяғыңды қысқа қадаммен алға басасың. Сөйтесің да, Ассаламағалейкум, әлеумет. Мына жерді бет-бет ұстап қоясың. Баяғыда айтушы еді, кепеде тағып жатады, аяқ балағат. Ұқсай ма? Әнін айтайық. Ой бірмай, сол қыздай, қарақат көзі қындастай, Зен бүкпейді ма бұлағына? Бұлағын зен бүкпей бұлағы. Ой, бірмай, соқты. Үшінші құсайтын адамым, Заттыбек Көпбосын ағамызға құсайды екен. Обмен мырзалар, үйге барып қайтыламаңыздар, жақтарыңыз шығарыласыздар. Ол маған ғана болады. Ассаламағалейкум, құрметті жиналған тойшыл қауым. Тойларымыз құтты болсын, бүлдіршіндеріміз аман болсын. Қозлақты ойнаған ай, әдемі, бұлқысы сайраған ай, әдемі, сағынғандақ мәржан талашығы, сағынғандақ. Мен Алишер Каримовті де салалады кім? Алишер Каримовті сіздер де салаласыздар. Азанда таң ерте тұрда түріңе қараш Алишер Каримов болып тұрасың. Әйел адам бол, ер адам бол. Киімін қыртыс болады. Ол киімі түктемейді, білмеймін не ағып екен. Стиль сондай. Шашы үйба-түйба тарамайды не ағып екен. Содан кейін өзің нәшкешкенмен тұрасың, аяғыңда нәски болмайды. Сіз қолың ұзын болып кетеді, екі иығыңды көтересің азанда. Өйткен бір жерге барғың келіп тұрады. Үйдің артына асығып тұрасың. Сол кезде сен бүйтіп, қалай сыртыңнан қарасаң, тура Алишер Каримовтың походкасымен кетіп барасың, оны байқамайсың. Енді өлеңін әнін қайтып тура сондай бедестер азанда таңертең таңғы шықта адам естиді. Осы дыбыс Алишердің дауысы ғой. Бәріңіз салып тұрсыздар ғой. Естініп тұр. Алаулаған от бекенсің, жалаулаған шоқ бекенсің, тағдырымны тұрмағанда бар бекенсің, жоқ бекенсің. Күнім бізен күнді келдім, айым болып түнді келдім, арамыз сабыр. Алатауды басындағы қабырақу өлді. Көргенде бір түшкірі сеп тұрған әнші көргенде білмейсіздер ма? Маған сіздер істеп жүрсіздер. Түшкіре деп тұрған сияқты қараңыздаршы. Әннің ортасында түшкіре деп қалады. Байқап отырыңыздар. Шалға көңіл таңдағанымсың, әсемі салғанымсың, көңіліме түрлі ой салған. Түшкіре деп қалма. Ардақты ағайын, сүйікті әншілеріңіз сәл сөзге тиек етіп жіберсем,
маған айып етпеңіздер. Пока әнші болғанға дейін 3 баланы бағу керек ағайын. Пока парадис бола тұрайын, содан кейін әнші болып атсам, хабарластасыздар ғой. Егер Еркін Нұржановтың пародиясын салатын болсам, Еркін Нұржановтың пародиясын салмаған Тоспен жіберейін. Жан-жағыңызға қарамаңыздаршы. Біреуге біреу қарап қалсын сөйлеп кетеді. Тыныш отыршы, ана баланы тыңдайды, қоя тұршы, сен түнде тыңдап жүр қой, мына баланы тыңдайықшы деңіздерші. Сонда тып-тыныш болады. Мынандай той болса мен шабам қазір. Шрек болам, ит болам, хит болам мына жерде. Ей, Абайдың халқы керемет екен деп кетем ғой. Жүрген жерімді айта жүрем ақ. Көбі кетіп азған ардақтағай, азғантай ғана уақытта бір-бірімізбен сыйласып қалайық, бір-бірімізге құрмет қылып қалайық ардақты. Құрметті люстралар, құрметті столдар, құрметті люстралар, операторлар, ешкім қамапты ғой, бәрі қайда кетіп қалды. Ойбай, кетпей, бұл жерде дағанса болады деп атырып бағана беріңіздер. Ой, кетіп қапты ғой. Ендеше ардақтағай сөйлеңіздер, мен сөйлей берем ғой. Класстастар